Али Имран сүресі 142-147 аяттар. Әлде сендер араларындағы шайқасқа түскендер мен сабырлы болғандарды Алла анықтамай тұрып, пешке кірем деп ойлап па едіңдер? Шын мәнінде, сендер өліммен бетпе-бет келгенше шейіт болуды армандап едіңдер. Қандай болатынын енді міне көзбен көрдіңдер. Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Көп елшілердің бірі. Одан бұрында талай елшілер өткен. Егерде ол қайтыс болып, немесе майданда өлтірілсе, жалт беріп, теріс айналып, діннен шығасындар ма? Әлде біреулердің теріс айналғаны Аллаға еш зиян келтірмейді. Алла өз сауабын шүкіршілік еткендерге береді. Бірде-бір жан иесі Алланың рұқсатынсыз мезгілі жетпей өле қалмайды. Осы дүниенің сыйлығын қалағандар үшін біз тілеген тілегін береміз. Ал о дүниесін сый құрметін аңсағандардың да тілегін қабыл етіп жарылқаймыз. Әр қашанда шүкіршілік еткендерді біз сый құрметке бөлейміз. Құдайға сыйынған көптеген жандарға қолбасшы болып, қаптаған қалың жаудан қайтпай, шайқасқа түскен қаншама пайғамбарлар өтті десеңші бұл өмірден. Алла жолында көрген сансыз қиындықтар олардың рухын түсірмеді. Олар ешқандай да әлсіздік танытпады. Жауларына еш бас имеді. Осындай сабырлыларды Алла жақсы көреді. Олар жаратқан иеміз біздің күнәларымыз бен тіршілігімізде жасаған ысырапшылдық секілді кемшіліктерімізді кешіре көр және кәпірлерге қарсы майданға түскенде табандылық беріп жеңіске жеткізе көр деген тілектен өзге ештеңе айтпады.